Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі тез дайын болатын әдемі осындай печенье дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Бірінші 20% қаймағымыздың үстінен аздап ас содасын салып, араластырып 5 минутқа қойып қоямыз. Bir жұмыртқаның üstüne шымшым тұз, қантымызды салып араластырамыз. Печеньенің құрамына керекті заттарды видеоның астына описание бөліміне жазып қоямын, сол жерге өтіп қарасаңыздар болады. Жұмыртқа мен қантымызды араластырдық, үстіне сұйық майымызды құйып, барынша жақсап араластырамыз. Осылай әдемілеп барынша араластырып алдық. Енді үстінен алдын ала дайындап қойған қаймағымызды саламыз да тағы да бір жақсап араластырамыз. Керекті қоспаларымыздың барлығын араластырып алдық. Үстінен 3 граммдай ванилин саламыз және де міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп саламыз. Керегінше ұнымызды салып, үстінен өздеріңіздің қалауларыңызша дәнек немесе мейіздерді салсаңыздар да болады. Әдемі жұмсақтау қамыр илейтін боламыз. Қамырымызға артық ұнды қатты қоспаймыз. Осындай жұмсақтау әдемі қамыр шығуы керек. Енді дөңгелетіп, жұмыртқа тәрізді етіп, форма жасап шығамыз және де алдын ала 180 градуста қыздырып қойған пешімізге 30 минуттай пісіріп аламыз. Әдемілеп осындай дөңгелетіп форма жасап алдық. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қантымызды сеуіп шығамыз. Достар, сіздерге печеньенің рецепті ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мінекей достар, біздің өте дәмді шайға арналған печеньеміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер.